Одан кейін саусақтарыңыз 10 тонна болса да лайк басып таратыңыздар, басып жіберіңіздер деген сөзді неге күнде айта бересің дейді. Ой апа, мен оны бір-ақ рет айтқам. Ел соны қиып алып, оны әрбір сөзімнің басына соны жапсырып, соны қайталап отыр десем, түсінбейтін ел бар екен. Енді қазақ халқына қазір үлкен саяси таңдау тұр. Ол таңдау осы жүйені тасталқан қылып құлату. Көшеге шыға аласың ба? Жоқ. Көтеріліс бола ма? Қанды қырғын. Тағы одыкі бұтыр. Енді саған сол көшеге де шықпайтын, сенің қорқақ психологияңа дәл келетін, сенің басамандығыңды да сақтайтын, және жүйені өзгертетін жалғыз жол. Ол біздің нағыз Атажұрт партиясына мүше боласыз. Мына видеоның астында қалың телефон тұр. Видео үндеуіңізді жолдайсыз. Мен бәлен Қазақстан Республикасының азаматы, міне былай да былай, жеке нөмірім мынау, жеке куәлік нөмірім мынау. Мен Атажұрт партиясына мүше боламын. Бізге осындай мүше болған адамның саны миллионға толуы керек. Миллион. Ал миллион адам мүше болған, небәрі 19 миллион халқы бар мемлекетте миллион адам мүше болған партияны биліктің тіркемей қоюы мүмкін емес. Ал билік оны тіркегеннен кейін амал жоқ, бізбенен күресуге мәжбүр. Ал олар тіркемей қойса, Еуропа мен Америкадан қысым саламыз. Бізге миллион адамның виртуалды әлемде өзінің аты жөнін айтып тұрып бізге мүше болғаны керек. Біз сол миллион видеоны жиып шығу керекпіз. Сенің сол миллионыңа киембі бар, қоқан-лоқы жасай алмайды. Сен көшеге шықпайсың, кеудеңді оққа төсемейсің. Тек бізге мүше боламыз дейсіз. Біз дүниеге көрсетеміз. Неге? 19 миллион адамның кем дегенде 5 миллионы сәби балалар болады. 1 миллионы түрмеде отыр. 1 миллионы түрмеде отыр. 6 миллион. Сонда 13 миллион халық болады. 13 миллион билет тастайтын адамнан сен 1 миллионың, яғни 10%-ың, сайлаушылардың 10%-ы сен бізге тіркелесің, ол бүкіл дүние жүзін шулататын үлкен оқиға болады. Сонда Қазақстан тарихындағы тұңғыш рет биліктің мәжбүрлі түрде тіркеуін алған партия боламыз. Ал сен ол үшін қылмыскер болмайсың. Себебі біздің партиямызды экстремистік партия деп атай алмайды. Неге? Біздің партиямыз халықаралық бедел жиып қойған партия. Біз Қытай концлагерінің қылмысын әлемге ашып қойған партиямыз. Сонымен олар бізге тиісе алмайды. Бізді экстремистік партия деп шешім қабылдай алмайды. Неге? Еуропа мен Америкада ақшалар тұр. Бар болғаны сіз осы партияға мүше болам дегенде сізге барып қоқан-лоқы жасайды. Балаңды анау, мына битеміз, анау битеміз, ақ көк. Не істейді одан басқа? Ал осыншалық бопсаға көнбесең, осыншалық қауіпке басыңды тікпесең, онда сен не қазақ болып жер басып жүрсің? Қолыңа қару ала алмайсың, митингіге шыға алмайсың, наразылығыңды білдіре алмайсың, өз жағдайыңды өзгерткің келмесе, онда сен ешкімге құтқармайды. Енді сен ең қарапайымы, мен міне осы партияға мүше болам деп жібересің, жариялайсың. Ал саған қысым туса айтасың, бізге тағы қысым тудырып жатыр. Мен бір саяси партияға мүше болам, ол менің Конституцияда бекіткен менің заңды құқым. Ал мен осының өзіне неге менің құқым жоқ? Ол партия және ешқандай экстремистік партия емес. Мен оған мүше болуға құқылымын. Мен өз ойымды айтуға құқылымын. Міне болды. Ал осы күш арқылы біз өстіп бізге мүше боламын деп ниет білдірген миллион адамның аты жөні видеосы арқылы Еуропа мен Американың қоғамын дүрсіл көндіреміз. Сол арқылы біз Қазақстанда қаласын қаламасын өгіздің тұмсығын жұдырықпен тескендей мәжбүрлеп отырып тіркеуін аламыз. Әрине олар тіркемеуге тырысады. Бірақ біз мәжбүрлі түрде аламыз. Сонда қарғайын десем жалғызым, қарғамайын десем жалмауызым боламыз біз билік үшін алғанда. Жек көреді бізді. Жек көреді, бірақ амалдар жоқ. Атып тастағысы келеді, ата алмайды. Шауып тастағысы келеді, шаба алмайды. Жұтып алғысы келеді, жұта алмайды. Себебі
Міне көз алдарыңыздағы мені тұтқындады. Террорист деген баппенен тұтқындады. Террорист деген. Бірақ соттай алған жоқ. Тура міне мен алдарыңызда отырмын. Мен қалай азаттыққа шықтым? Еуропа мен Американың қысымы арқылы азаттыққа шықтым. Егер Еуропа мен Америка болмаса, мені баяғыда Назарбаев бір оқтық қылатын еді. Мен баяғыда Дулат Ағаділ сияқты баяғыда өлтірілетін едім. Мен Арон сияқты баяғыда 15 жылға сотталатын едім. Мен баяғыда Заманбек Нұрқадыл, Алтынбек Сәрсенбай сияқты баяғыда өлтірілетін едім. Сол Еуропа мен Американың ең керекті тақырыбы, яғни Шығыс Түркістанда Қытайдың қысымында жатқан қазақтардың басындағы геноцидті әлемге жеткізіп, жай жеткізбей, оны сол видео дәлелдер арқылы жеткіздім. Енді Еуропа мен Америка жанын салып қорғады. Сонымен Назарбаев өмір тарихында Назарбаевтың өмір тарихында өлтіремін деп өлтіре алмаған, құртамын деп құрта алмаған, тұтқындаймын деп тұтқындай алмаған, тұтқындап алып, соттаймын деп соттай алмаған, соттан кейін де көзін құрта алмаған бірінші адам біз болып отырмыз, бірінші саяси ұйым біз болып отырмыз. Назарбаев бізге дейін оның тауы шағылмаған, десі қайтпаған. Назарбаевтың бізге дейін ақ дегені алғыс болған, қара дегені қарғыс болған. Назарбаев бізге дейін қақырығы қаймалтын, түкірігі түймалтын болып отырған. Назарбаев бізге дейін өзін Қазақстанның құдайы сезінген, ойлағанын іске асырған. Біз қалай саяси сахнаға шықтық, Назарбаевты құдай атты. Біз қалай саяси сахнаға шықтық, Назарбаевтың тауы шағылды. Біз қалай саяси сахнаға шықтық, Назарбаевтың бағы тайды. Біз Назарбаев заманын құртушымыз. Құдай бізге сол бақытты берді. Құдай бізге сол миссияны берді. Бізді дүниеге әкелгенде Назарбаевтың соры боласың, Назарбаевтың көзін құртасың деп әкелгендей болды. Біз міне сол арқылы Назарбаев дүниесін аяқтатушымыз. Қазақ тарихындағы, қазақ қоғамындағы нөмір бірінші саяси ағартушы болып отырғанбыз. Қазақтар геноцидқа ұшырап жатқанда, бұрынғы өткен замандарда қайталанбайтын, осы замандық сұмдық геноцид болып жатқанда, батыспен одақтасып, мына алпауыт Қытайды тізе бүктірген, және қазақ қоғамында ұлттық ояну толқынын қалпына келтірген, алаш арыстарының үзіліп қалған ұлттық азаттық күресін қайтадан қолға алған жігіттер бізбіз. Сондықтан Атажұрт партиясына мүше боласыздар. Атажұрт партиясы кешегі алаш арыстарының іске аспай қалған арманын іске асырушылар. Ол тек Қытайдан келген бес қазақтың партиясы емес, ол тұтас Қазақстан қоғамының партиясы. Осы Атажұрттың аттанымен Сайрагүл Сауытбайды Қытайға жібермей аман алып қалды. Тұтас Қазақстан қоғамы. Тұтас Қазақстан қоғам аттанысқа келді. Тұтас Қазақстан қоғам аттанысқан келгенде Қытай империясы азғантай қазаққа шамасы жетпей сорлап қалды. Бүкіл Қазақстан оянғанда Назарбаев та сол Сайрагүл деген қызды ап деп Айдағардың аузына өткізіп бере алмай қалды. Назарбаев саудагер еді. Ол Сайрагүлдің әрбір килограммын, әрбір тал шашына дейін саудалап отырып Қытайға өткізіп беретін еді. Ай, сендер сойып сатады екенсіңдер ғой. Екі бүйрегін $260 мың $520 мың, бауырын $320 мың, екі өкпесі бір жүрек бәлен, ең соңында көз алмасы $30 мың, қаңқасы, адамның скелет қаңқасы $200 деп Назарбаев оны Си Цзиньпинге сатып беретін еді. Сата алмай қалды Назарбаев. Неге? Біз тұрмыз. Сол Сайрагүл кім еді? Жай ұсталған көп қазақтың бірі еді. Сол Сайрагүлді образдап отырып батыр жасаған кім? Соны ұлттық тақырыпқа айналдырған кім? Бізбіз. Қашып келген бес қазақты аман алып қалған кім? Бізбіз. Және бізді қолдаған сіздер. Бүкіл дүние жүзінің медиасының назарын аударған кім? Бізбіз. Және сіздердің қолдау. Бізді тұтқындағанда айғайлап әуежайда, бізді тұтқындағанда Астананың сотында, Алматының сотында отырған сіздер. Бізді тұтқындағанда аудан, қала-қаладан лек-легімен ағылып, вокзалдарда, әуежайларда тұтқындалып, Серікжанның сотына баруыңа болмайды. Бүкіл республикалық ұлттық қауіпсіздік пен полицейлердің төбе шашын тік тұрғызған сіздер. Сіздердің қолдауларыңыз болмаса, біз түрмеден шықпас едік.
Біз сол Дулат Ағаділ және оның ұлы Қуандық Шамахай, Арон, Заманбек, Алтынбек сияқты қазақтың бір аңызын айналып, иманды болсын, жақсы адам еді деп отыратын біреуге айналатын едік. Бізді біріншісі жаратушы қорғап қалды. Екіншісі батысқа арқа сүйегендігіміз себепті Қанішер Назарбаев, Жаналғыш Назарбаевтың өзі бізді жұта алмай қалды. Кеңірдегіне сыймай қалдық. Ал құрметті қазақтар, осы саяси сауаттылықты біліңіздер. Мен мұна Тоқаев дегенді Тақаев деп жазам. Қазақта Тақай деген есектің баласын айтады. Есектің баласын Тақай дейді. Кәдімгі есектің Тақайы дейді. Міне, Тақаев. Ол қазір сол қазақ халқына, кәдімгі қазақ халқына малдан жаман позицияда болып отыр. Қырды, өлтірді, екі қол қанға малынды. Міне билікте отырған қанша жыл? 19 жыл, 20 жыл, 21 жыл, міне 22 жыл. Не істеп қойды? Не істеп қойды? Не жақсылық көрдіңіздер? Не үшін біз осы сәбеттік коммунистерге алданып отыруға тиіспіз? Осы шалдардан шаршадық қой. Бұл сәбет сасыған, орыс сасыған шалдардан қазаққа не пайда келді? Енді қазақ ойланбайсың ба? Көзіңді жимайсың ба? Жақсылық көрмейсің ба? Сен өзіңді өстіп, жоқшылықта, қаріпшілікте өтіп кетесің ба? Азғантай өмір. Азғантай өмір. Енді осы сәбет сасыған, орыс жасыған, осы құдай ұрған шалдарды, шайтан шалдарды бір жерлеріне теуіп, тас талқаны шығарып, теуіп, тезегін шығарып, нағыз шынайы азаттыққа жетудің жалғыз жолы біздің Атажұрт партиясын қолдайсыздар, мүше боласыздар. Біз тікеден тіке Еуропа мен Американың көмегімен Қазақстанда саяси өзгерісті жүзеге асырамыз. Аман сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.